жүзім жапырағынан голубцы. Бұның үшін біздерге осындай әдемі үлкен жүзімнің жапырағы керек болады. Оларды асықпай осылай жинап шығамыз, таяқшаларынан ажыратып 2 рет ағын суда жуып аламыз. Одан кейін қайнаған су құйып тындырып қоямыз. Оған дейін біздер ішіне салатын начинкаларын таярлаймыз. Начинкалар үшін ет керек болады. Ет, пияз, тоң май керек болады. Оларды осылай майлап турап чопперге өтіруге таярлаймын. Оның орнына мясорубка я болмаса қолда турап шықса да болады. Әркім өзінің еркінде. Ішіне қосылатын заттар үйдегі адамның санына, мөлшеріне қарап өзгере береді. Осылай майдалап аламыз чопперді. Одан пияздың жартысын өтірдім. Қалған жартысын қазанға майға қуырмалап аламыз. Пиязды осылай турап, газге қазанымызды қойып, астын қаттырақ қойып, қазанға майды құямыз. Пиязды газге қазанға салып, осылай қуырмалап, араластырып тұрамыз. 2 қасық томат саламыз. Жақсылап араласып, пияздың суы шығады. Осындай араласып, суы шығып болғаннан кейін газдың астын қайтарып, жаңа қуырмаланған пиязымыздың жартысын бағана өткерілген етімізге саламыз. Қалған жартысын газге қайтадан қоя береміз. Начинкамызды шетке алып қоямыз. Сөйтіп қазанды қайтадан газге қоямыз. Газдың асты әстен тұрады. Араластырып тұрып, сәбіз, картошка таярлаймыз подливкаге салуға. Бір сәбізді алдым, осындай қылып турадым. Картошка, 3 картошка қолдандым. Картошка, сәбізді әркім өзінің үйіндегі адамның санына, қалеуіне қарап өзгертіле береді. Картошка осындай кубик қылып туралды. Қазанға салып, араластырып тұрамыз. Газдың асты қайтарылған болады. Сөйтіп қақпағын жауып қоямыз, бұқтырып қоямыз. Бір кесе күрішті 2 қайтара жудым. Сөйтіп оны бағанағы начинкамызға салдым. 2 жұмыртқаны шағып, оны да араластырып жібердім. Зіра, қара бұрыш, тұз араластырып, жақсылап араластырдым. Бағана қуырған пиязымыз начинкамызға қат әдемі бір дәм береді. Дәмі тілді үйретім болады. Енді бағанағы қазандағы картошкаларымызға тұз қосып, араластырып, су құйып, қақпағын жауып қоямыз. Енді осы жерде бір лайфхак, жүзімнің жапырағын астына пакет қойып, осылай әдемілеп салып, бүктеп, не қыламыз, сөйтіп пышақтың теріс жағымен тартып жіберсе әдемі болып, бір тегіс болып бүгіліп шығады, бір тегіс болып, тайын болып шығады. Осылай тартып жіберсеңіз, ашылып та кетпейді. Кейін бүгілген жағын төмен қаратып тұрамыз, сонда бірін-біріне жабысып шығады. Осы қырақым тайын болды. Енді бұларды қазанға салып, пісіріп аламыз. Қазандағы қайнап атқан подливкамызға бір қатар қылып тізіп шығамыз жүзім жапырақтарын. Бүгілген жағын төмен қаратамыз. Үстіне аз-маз қайнаған су құйып, газдың астын қайтарыңқырап, үстіне осылай тарелканы салып басып қоямыз. Қақпағын жауып, аз-маз қайнатамыз. Тарелканы осылай басып қоймасақ, күріштеріміз үлкейген кезде жүзімнің жапырақтары жарылып кетуі мүмкін. Газдың астын әстерек қойған дұрыс. Қатты қойса да жайылып кетеді. Дәмін көрейін деп 4-5-еуін осылай тарелкаға алып қойдым. Өте дәмді, барлық заты орнында, нормада болып шыққан. Сіздерге де осы рецептпен таярлап көруді ұсынып қаламын. Бәріңізге ас болсын.